Ғарыш кеңістігі жауабы табылмаған жұмбақтар мен қызықты құбылыстарға толы. Кино мен жаңалықтардан жерге құлап келе жатқан астероид пен метеориттер туралы айтып жатады. Оның үстіне тағы комета келіп қосылады. Бұларды сонда қалай ажыратамыз? Астероидтар деп өлшемі планетадан едәуір кіші, күннің орбитасымен айналатын қатты аспан денелерін айтады. Астероидтардың көбі Нептун орбитасының арғы жағындағы Койпер белдеуінде шоғырланған. Олардың пішіндері әртүрлі болады. Гравитацияның әсеріне сфералық формаға ие болған астероидтарды қазір ергежейлі планеталар қатарына жатқызады. Құрамы көбіне тас пен металдардан тұрады. Кейде мұзды немесе көміртектен тұратындарын да кездестіруге болады. Кометаларға келсек, олар да астероидтар сияқты күнді айналады. Ал астероидтан айырмашылығы оның құрамында. Кометалар мұз бен шаңнан және қатып қалған газдардан тұрады. Бірақ кейбіреулері жартасты ядродан да тұруы мүмкін. Жалпы астероидтар күнге жақын жерде қалыптасқан делінеді. Ол жерде күннің қатты ыстығынан су мен газ қатты күйде қала алмайды. Құрамдарының айырмашылығын осы арқылы ажыратады. Кометаның басты ерекшелігі ол кома, яғни ол қатты ядро мен кометаның ұзын газ бен шаңнан жасалған құйрығын қоршап тұрады. Ал құйрығы бұл кометаның артынан созылатын газ бен шаңнан тұратын шлейф. Құйрықтағы заттың тығыздығы өте аз мөлшерде болса да, ол бізге күн сәулесінің шағылысуы мен шашырауы арқылы көрінеді. Метеорит деп біз нені айтамыз? Осыны анықтап алайық. Жалпы астрономияда оларды метеорит, метеор және метеороид деп бөледі. Метеороидтар ғарыштың кішкентай объектілері саналады. Яғни астероидқа қарағанда кішірек, бірақ ғарыштық шаң бөлшектерінен үлкен. Метеороидтың өлшемдік шекаралары туралы әртүрлі пікірлер айтылады. Кейбір ғалымдар егер 10 метрден асатын болса, онда бұл астероид деп есептейді. Ал басқалар оның жоғарғы шекарасы 30 метр деп санайды. Метеороид планетаның атмосферасымен соқтығысқан кезде ол атмосфераның бөлшектерімен қатты үйкеліске түседі және атмосферада тез арада жанып аспанда жарық от ізін қалдырады. Бұл із метеор деп аталады. Сонымен қатар, егер метеороид планета бетіне біртұтас немесе бөлшектер түрінде құласа, онда оны метеорит деп атайды. Жерге метеорит құлап келе жатыр дегенді жиі кездестіруге болады. Бұл дұрыс емес. Ұшып немесе құлап келе жатқан ғарыш объектісі метеороид немесе астероид болып табылады. Немесе тіпті комета болуы мүмкін. Объект тек жерге жеткенде ғана метеорит болады. Аспан денелерінің біздің жерге құлауы қауіпсіз деп айтуға келмейді. Ғалымдардың пікірі бойынша, шамамен 65 миллион жыл бұрын динозаврлар осындай астероидтың құлауынан тіршілігін тоқтатқан деп болжайды. Әрине, климат пен вулкан туралы да нұсқалар болған, бірақ бұл болжамдардың бірі ғана. Құлаған аспан денесінің диаметрі 180 шақырымды құраған. Нәтижесінде қазіргі Мексиканың аймағындағы Чикшулуп кратері пайда болады. Яғни басқа астероид құлаған жерлердегі химиялық анализдарды салыстыра келе, мұнда да өте үлкен мөлшерде иридий элементі кездеседі. Ал енді табылған метеориттерді де айта кетейік. Гибион метеориті. Ол жаңа минералдан тұратын ғарыштан келген жалғыз тас саналады. Оның 150-ден астам фрагменттері Намибияда табылды. Микроскопиялық зерттеу оның бетінде өңделмеген гауһар тастарының құрылымына ұқсайтын ерекше үшбұрышты өрнек бар екенін көрсетті. Қытайдың Гоби шөлінен табылған фуганг паласиті. Сирек металдар мен кристалларының қоспалары бар тас алғаш рет 2000 жылы табылған. Бұл олжаның жасы шамамен 4,5 миллиард жыл деп есептеледі. Сатып алам десеңіз, бағасы тек $2 миллион ғана құрайды. 2021 жылы пандемия кезінде Ұлыбританияның Глостершир қаласына Winchcombe деп аталатын метеорит құлады. Ол ауада бөлшектеніп, жергілікті тұрғындардың бақтары мен тротуарларға түскен. Оның жасы фуганг паласитінен сәл ғана жоғары. Әртүрлі есептеулер бойынша жерге жылына 17 000 метеорит құлайды екен. Күніне шамамен 47 метеориттен. Бірақ біздің планетамыздың өмір сүруге жарамсыз аймақтарын есепке ала отырып, метеорит дәл біздің үйіміздің жанына құлауы бірталай. Менің бүгінге айтарым осы, достар. Ал сіздер пікір қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.